Достар, бүгін біз сіздермен қызықты бір тәжірибе жасаймыз. Яғни қолымда тұрған екі фольга, міне, екеуі де бірдей қалыңдықтары. Өлшемдері енді сәл пәл разница болуы мүмкін, бірақ бірдей. Осыны бірінші мен не істеймін? Ауада мүжеймін. Ауада дәл осыны былай мыжыдым. Домалап жасаймын. Жақсылап осылай жақсы не істеп аламын да, енді қараңыз, суға саламын. Суға салсам батпайды, иә? Міне қараңыздар. Батырамын, қайтадан не істейді, шығып кетеді. Енді екіншісін қараңыздар, мен екіншісін былай істеймін. Аламын да, мына жақты былай аламын да, судың ішіне саламын. Так, ол үшін бізге тік қолды не істей алайық, иә? Қараңыздар, судың ішіне саламын. Сөйтіп судың ішіне мыжамын. Судың ішіне жақсы оны мыжып аламын. Байқаласыздар ма? Дәл осылай мыжып томаттаймыз. Енді кәдімгі үй жағдайындағы фольга бар ғой, соны алдық. Енді мыждым, жақсылап судың астында. Енді қараңыздар, қызықтылық енді басталады. Судың астына жасадым, мен саламын енді. Суға батып кетті. Қызық па? Әрине, мына бір дене не үшін батпады? Ауада жасадық. Ал екіншісі неге батып кетті? Міне қараңыздар. Салам батып кетеді. Себеп пікірге қалдырыңыз. Сіздің ойыңыз қалай? Бұл жерде екеуі де бірдей фольга еді, десе де әртүрлі жағдаят орын алды. Бұны біз физика деп айтамыз. Сіздің түсінігіңіз қалай? Пікірде, комментарийде пікірлеріңізді күтетін боламыз.